зертханасынан табылатын мына 3 затты үй шаруасына пысық қыз-келіншектер жұқса кетпейтін, жусаң кетпейтін ең сүйкімсіз дақтар деп атайды екен. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, олар қандай заттар дейсіздер ме? Таныс болыңыздар. Өсімдік майы, тосап, және де ол кофе. Міне алдымда үшеуі де тұр. Оны қалай тазалаймыз, қандай әдіс тиімді, түйткілді мәселенің ең оңтайлы шешімін бірге таңдаймыз. Қайырлы күн, еліміздегі ең пайдалы бағдарлама тікелей эфирде. Біздің байланыс нөміріміз 55-37-76. Хабарласып, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Ал біз бағдарламаны бастаймыз. Аз уақыт ішінде тұрақты көрерменін жинап үлгерген бірге таңдаймыз бағдарламасына күн сайын мұна сіздер жолдаған пайдалы кеңестер, ізгі тілектер мен ұсыныстар үздіксіз келіп түсуде. Біз ұсынған, сіз таңдаған пайдалы кеңес кәдеңізге жараса, біз үшін сол жеңіс. Осы ретте көпшіліктің, әсіресе қыз-келіншектеріміздің сұрауы бойынша біз бүгін дақтарды кетірудің ең тиімді тәсілдерін байқап көргіміз келіп отыр. Ол үшін бізге алғашқы қонағымызды шақырайық. Айнұр Наурызалиева келіп отыр екен. Айнұр ханым, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Төрегі жүріңіз. Айнұр, бүгін біздің тұрақты көрерменіміз және де бағдарламаға бірінші рет қатысып отырған жайы бар екен. Өте қуаныштымын, Айнұр, сізді көргеніме. Өйткені Мен де қуаныштымын сізді көргеніме. Теледидардан емес, былай шынайы. Өмірде ма? Ой, қандай тамаша. Қарап отырсам, жүзіңіз сондай жылы, күліп жүретін адамдарды сондай жақсы көремін, Айнұр. Қуаныштымын. Енді бүгін бағдарламамызды біз қыз-келіншектерге, ер азаматтарға, оқушыларға, барлық үйдегі тұрмысқа қажетті заттарға арналған дүниелерді көрсетеміз, айтып өтеміз. Солай емес пе? Құдайым, мына жерде бірнеше заттар тұр, өзіңіз бірінші айтып өтсеңіз, сосын кейін не істейтінімізді таныстырып өтеміз, иә? Бірінші амандасып алайын. Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар, Нұрбегүл ханым. Бүгінгі сіздердің таңдап отырған тақырыптарыңыз негізінен әйел адамзат үшін өте өзекті мәселе. Себебі кез келген дақ адамның мазасын қашырады, шын айтқанда. Баланың үстінен көрсең де, баланы әдемірек киіндіргің келеді ғой. Сондықтан бүгінгі тақырыпқа сай, енді мен былай дайындалып сіздерге көрсетейін деп келдім. Үй жағдайында қалай кетіруге болатын, себебі дақтарды кетіретін кез келген дүкенде спрей, ұнтақтар, сулы майлықтар көптен көп, оларды тез әрі оңай сатып алуға болады, бірақ кейбіреулері сол дақтармен күрескенде көмектерін тигізе алмайды жатады. Мінекей, енді бірінші бастайық онда. Бірінші неден бастаймыз? Сіз шоколад жақсы көресіз бе? Сіз сұрадыңыз, шоколадты мен ең сүйіп жақсы көретін тамағым деуге болатын шығар. Шоколадты өте қатты жақсы көрем, әрине. Шоколадсыз өзімді елестете алмаймын десеуге болады. Өйткені тәттіні өте жақсы көретін адаммын. Сондықтан қазір шоколадты көп жейтін жандарға арналмақ, Ардақты ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Біздің барлық әлеуметтік желі WhatsApp, Instagram парақшамыз және де 55-37-76 байланыс нөміріміз сіздер үшін жұмыс жасалуда. Хабарласыңыздар, қазір біз керемет біздің жеңгелерімізге, аналарымызға, келіндерге, қыздарға арналған үй жағдайында қолданылатын жақсы кеңестер айтылады. Бос отырмаймыз, телефон шаламыз, сұрағымызды қоямыз, кеңесімізді береміз, біз сіздерді күтеміз. Ал, бірінші? Шоколадпен енді сіз болғаңыз, мейлі қайда болғайсыз, мұнда ма, немесе артына ма? Аппақ кофтаны кәдімгідей бір шоколадпен. Жарайды, делік, бұнау бір шоколад бір. Мұнда қойық сындыр. Кішкене ертейік, ол бала қолында болған кейін ерейді ғой. Иә. Вау, сіз керемет нені алып келіпсіз, е? Ыстықлататын. Міне, шоколадты жейтін адамдар кейде кішкентай бала болғаннан кейін, дұрыс айтасыз, Айнұр ханым, абайсызда киіміне, футболкаларына жаңағыдай жұғылып қалып жатады, е?
шоколадты кішкене тигізіп көрсем де болады. Бұлай сүрейік, да? Мұна жерге бейтіп жаға салдық. Ай, таптаза аппақ кофтыны бүлдіргім кемебет. Дей тұрғанмен біз бірақ көрсетуіміз керек. Міне, өздеріңіз байқап отырғандай, шоколадты біз мұна жерге жағып тастадық. Енді оны қазір тез арада үйге біреудің үйіне қонаққа барған кезде бала ғой, абайсыдан төгіп алады, шашып алады. Сол кезде балаңыз кір болып отырмас үшін мүмкін ауыстыратын футболкаларын ұмытып кетеді. Сол кезде сіз тез арада оны жуып, кептіріп, жаңағыдай әппақ қылудың тәсілін үйретеміз. Яғни тұрақты дақтар қалып қоймас үшін. Жақсы. Қалай бастаймыз? Бұны кетіру үшін аздаған суға, мына жер су дайын. Бізде WhatsApp-тан сұрақ келген екен. Әнір ханым, сіз білесіз ба, жоқ, анау тот басып жатады ғой? Темірдің таты деп айтып жатады ғой? Тұрып қалады, қалыңдап кетеді, соны жаңағыдай қалай кетіресіз? Енді ол кетіру өте қиын, егер ол тұрып қалған дақ болса, ол киімді қонаққа былай киюге болмайды. Өйткені тоттың құрамы ол сіңгіш болып келеді, темір ғой. Енді бір кеңесім бар, кетіріп көрсін, ол мүсәпір спирт бар ғой, аммиак. Мүсәтір спирт. Соны кішкене жағып қойсын. Сол спирт кішкене реакцияға түсіп, ол кетіру мүмкін аздап қана. Ыдыратып жіберетін шығар. Түсінікті, жақсы. Оны да жасап көріңіз. Біздің WhatsApp-тың сұрағы болған болатын. Бүгін аптаның басы, жайлап кетіре берейік. Күн дүйсенбі. Біздің аптамыздың, осы аптамыздың жаңағыдай ойлаған тілектеріміз, алға қойған мақсаттарымыздың барлығы орындалуына тілектеспін. Әрине, біз тікелей эфирдеміз. Қазір тікелей эфирде Айнұр ханым суға сәл тұзды, тұзды салып жіберді. Енді Неке тұзбен, осылай тұзды сумен, яғни тұз өте жақсы көмектеседі. Негізінен осы үй жағдайындағы міне, мына жерде суға тұзды біздер салдық. Сол тұзды мынандай қылып аламыз, кішкентай қылып, міне көріп отырғандай. Енді оны мына шоколад деген жерге сәл-сәл бейтіп жағып жібереміз, Біз қойып қоямыз ба, әлде сіңдіреміз ба? Жақсы. Онда қоя салайық. Кейін ары қарай біз жалғастырамыз. Екінші келесі тәсілімізге көшсек болады. Негізі шоколад деген жерді сіз қалай кетіресіз? Ең оңай әдісі 1 литр суға 1 ас қасық тұз салып, кірді дайын болған қоспада жуыңыз. Жаңағы біз сияқты, және де дақтардың кетіру үшін тіс жууға арналған ұнтақты бүлінген жерге жағып 2-3 сағат қалдырыңыз. Артынша ұнтақты щетканың көмегімен кетірсеңіз болады. Жібекпен жүн матадағы, сүтпен сорпадағын кетіру үшін мүсәтір спиртін, алма сірке суын және тұзды араластыру арқылы қоспа әзірлеңіз. Артынша дайын болған қоспаның көмегімен дақты жусаңыз болады. Ал мата кепкен соң жақсылап үтіктеп жіберіңіз. Кеттік. Біз енді екінші кеңесімізге көшейік. Мынау тұзымыз сіңе берсін. Мінеке, мынау қызымның жидесі. Бұның алып келген себебім, қазір мектеп басталды ғой. Сондықтан сия тиіп жатады. Және осы сиядан... Мектеп кезде, сабақ кезде. Сабақ кезде, Мінеке, мына сиямен ашықтау жерін алайық, мүмкін артына, Сіз мінеке жазу жазсаңыз болады. Сіз мен тек бүгін білдіруге берді. Жарайды, әппақ нәрсені көзім қимай тұр, шын айтқан кезде. Бірақ енді жарайды, біз эфирде болғандықтан, мына жерде біз бала болғаннан кейін білмеймін. Бір жұлдызша, немесе жүрек. Бір жұлдыз салып қойайыншы, жарайды. Мынандай бір жұлдыз салып қойдық. Қаламсап тиіп қалды. Міне, қаламсап тиіп қалды делік. Кейін оны қазір кетіру тәсілін көрсететін боламыз. 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз. Сұрақтарыңыз туындап жатса біз байланыстамыз. Хабарласыңыздар, мархабат. Енді біздің қонақтарымыз сұрап жатыр, мына шоколадты, тұзды қанша уақыт ұстаймыз дейді. Бір 5-10 минут жеткілікті. Тұз кішкене сіңеді, шоколадты ертеді, сонан кейін біз сабын суға оны жуамыз. Жақсы. Яғни былайша айтқан кезде бір 10 минуттай уақыт алады ғой. Жақсы. Көп болса, Енді мынаған. Мынаны кетіру үшін
Так, астына біз көрдіңіздер ме, барлық үй жағдайына қажетті дүниелер айтылуда. Яғни балада кездесетін жағдай, көп адамдарда кездесетін абайсыздан қаламсап тиіп қалады, фломастер жаңағыдай сызылып кетіп жатады. Өзімізде қыз бала болған кезде кейде абайсыздан кеңседе отыратын жандар болса, офистік жұмыста жасайтын жаңағыдай қыздар болса, жігіттер болса, жаңағыдай бізден сұрасаңыздар болады. Қазір көріп алып, сонда пайдалансаңыз болады. Бірге таңдаймыз бағдарламасы әрқашанда осындай пайдалы кеңестер беруден шаршамайды. Бұл сиядан мен сіздерге валерияның тұнбасын, тұндырмасын ұсынамын. Өте жақсы көмектеседі. Валериян кәдімгі. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейікші, сіз тамыза беріңіз. Алло, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыз ба? Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Алло, да. Алло. Ау, тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Бір сұрағым бар еді мен. Есіміңіз кім, сіздің қандай сұрақ қойғыңыз келді? Есімім Арслан болады. Асылхан? Аслан? Арслан. Я, біздің бағдарламамыздың тұрақты көрерменіңізсіз ғой, я? Иә. Сұрағыңыз қандай, Аслан? Ағмайкеге ше, ағмайка. Ау? Ағмайкеге қарамай там кеткен еді да. Қалай кетірсе болады? Түсінікті. Біздің көрдіңіз бе бағдарламамызға ер азаматтарда хабарласып, өзінің сұрақтарын қоюда, не деген енді қарамайдан құтылу үшін көбінесе қыз келіншектер сұрап жатады ғой ондай нәрселерді. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы телефон шалған көрермені Аслан есімді азамат, яғни ақ жейдесіне машинасының қарамай жығып қалған екен. Енді ол жаңа жығылған болса, онда үстіне көбірек тұз себу керек. Тұз сепсін. Көбірек тұз сеуіп қойып қою керек. Даже бір сағат одан да көп қойса болады, өткен тұз өзінің несіне майды сіңіріп алады. Содан кейін кішкене спирт жағып, ыдыс жуатын сұйықтықты қойып, жағып жіберіп, жуғыш машина немесе қолмен жууға болады. Яғни тұзды сәл біраз ұстап тұрғаннан кейін жаңағы сұйықтық спиртпен сүртіп жібереміз. Сонан кейін ыдыс жуатын сұйықтық бар ғой, соны кішкене тамызып, соны жуып жіберу керек. Ыдыс жуатын сұйықтықпен жаңағыдай жусақ жеткілікті екен, иә? Тамаша. Ол жаңа түскен дақтарға. Себебі мына сіздердің таңдап отқан тақырыптарыңыз неге өзекті? Себебі дақты кетіру оңай, егер біз олармен бірден күрессек. Яғни мысалы сіз қонақта отырсыз, балаңыз шырын ішті да үстіне төгіп алды. Сол кезде майлықты ыстық суға салып, кішкене сық жеріп, ыстық сумен сүртіп, кейін сабын сумен сулап майлықты үстін сүртеңіз, кейін келесі келіп үйге салып кір жуғыш машина салсаңыз, одан ізде қалмайды. Үйіңізде айнырысындай тап-таза болып тұратын сияқты пысық екеніңіз ақ бірден көрініп тұр. Тақырып өте қызықты болуда. Нағыз ер азаматтар көптеген сұрақтар қойып жатыр. Оны біз жарнамадан соң тағы да жалғастыратын боламыз, талқылайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әзірше бізде жарнама, қызықтыңдар алда. Бүгін еліміздің туын Рио Олимпиадасын төрінде көкке көтерген алтын ұлымыз Данияр Елеусина! Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен. Капитан болғандықтан құрамадағы балалар ойын ойлап тұрады. Жаңа уақытта. Василий Семенович. 23:55-те. Бүгін осы жолы қайтадан оның жүрегін жаулап алам деп өзіме уәде бердім. Жаңа уақытта 19:30-да. Сол қыздың кесірінен Арман мені қанша ренжітті. Мен де сол қыздың қиналғанын көргім келеді. Шытырман хикая екен. Маған менен сен жақсы көрмеймін деп айт. Айтсаңшы енді. Сурая мені өлтіру үшін біреуді жалдаған. Раян! Сурая. 8 қазан. Қазақстан ұлттық арнасында 2018 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде 21:45-те тікелей эфирде Қазақстан құрамасы Черногориямен кездеседі.
біздің командаға жанкүйер бол. Италияда көптеген нәрселер біз үшін таңсық болды. Мұнда біз гальбани моцарелласы қосылған капреза салатының дәмін алғаш рет татып көрдік. Содан бері капрезаны үйде дайындаймын. Нәзік гальбани моцарелласын турап қызанақ, райхан, тоз, бұрыш және зәйтүн майын қосамыз. Перфетто. Енді бұл достарыма ұсынатын дәмді тағам. Гальбани моцарелла отанындағы нөмір 1 моцарелла. Жемчуг тазарту күтім бет терісін тазартудағы жаңалық. Әр құралдың құрамында 20% сары су бар. Жаңа технология теріде кірді кетіріп қана қоймайды. Сондай-ақ күтім жасауға мүмкіндік береді. Черный жемчуг теріні тазарту кезіндегі алғашқы күтім жасау әсері. Орео қытырлық печеньесі Альпенгольд сүтті шоколадымен жолыққан кезде екі есе дәмді Альпенгольд Орео шоколады пайда болады. Жаңа Альпенгольд Орео екі есе дәмді, екі есе шаттық сыйлайды. Қорқынышты ма? Тым көңілді. Көзді ашытпайтын формулалы Johnson's Baby сусабына көзді ашытпайды. Шаш оңай таралып, сондай жұмсақ. Әр жылтыр болады. Johnson's Baby әрқашанда жай ғана шомылудан артық. Johnson's Baby'ден жаңа өнім жылтыр бұрымдар. Шаштың жұмсақтығы мен жарқырауы сіздің ханшайымыңыз үшін. Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз өздеріңізбен дүйсенбіден жұмаға дейін тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Бүгін бізде қонақта біздің алғашқы қонағымыз және де бірінші рет қатысып отырған қонағымыз Айнұр ханым. Тұрмысқа қажетті барлық осындай тақырыптарды қозғаудамыз. Жаңа ғана біздің Аслан есімді азаматымыз телефон шалып, май тиген дүниені қалай кетіруге болатын сұрады. Енді келесі WhatsApp-қа тағы да сұрақтар кеп жатыр. Сұрағымнан да екен, тағы бір ер азаматтың футболкасына краска жығылып қалған екен. Краска жығылған кезде андай бояйтын, жаңағыдай краска үйде сұрлайтын краскалар болады ғой, бояулар. Сол тиіп қалған екен. Қалай кетіруге болады? Енді оны өз басым кетіріп көрген, бірақ куртканың сыртына тиген. Оған ыдысқа, мынандай болсын, фольганы орап, фольга кәдімгі бар ғой, соны орап, ішіне сары май бар ғой, соны салып, кішкене порошок салып, езу керек. Яғни бірінші перчатка киіп, сол нені жаңағы жасаған біздің ботқамыз бар ғой, енді сары май мен нені порошоктың. Соны ненің үстіне жағып қою керек. Көптеп жағу керек. Яғни бұл жердегі жұмыс істейтін принцип, ол майды май кетіреді. Майды май кетіреді? Яғни красканың құрамында май бар ғой. Сондықтан соны ысқылап, кейін жуып жіберсе, мен кетеді деген ойдамын. Сіз өзіңіз көрдіңіз? Мен курткада көрдім. Куртканы жасап көрдіңіз? Кетті. Қандай тамаша! Естідіңіздер ма? Көріп отырсыздар ма? Жазып алсаңыздар да болады, оның барлығын кейде есте сақтап қалуда мүмкін емес, ұмыт қалып жатасыздар. Өйткені бірге таңдаймыз бағдарламасы 1 сағаттың ішінде біз 4 түрлі тақырыптарды айтып өтетін боламыз. Сондықтан, егер де қазір ұмыт қалмаймыз үшін жазып қойсаңыздар болады. Яғни краска тиіп қалса, біз оны фольганың ішіне жаңағыдай маймен ұнтақты араластырып жаңағыдай сосын барып оған жағады екенбіз. Қанша минут ұстаймыз? Бір 10-15 минуттай? Болады, одан да көбірек ұстаса да болады. Жуамыз. Ол дақтың енді айтып отырмын ғой, тұрып қалғанына байланысты. Негізде мынау дақтардың жаңағы несі пайда болуы, кетуі, оның барлығы дақтың қанша уақыт матамен, яғни матаның үстінде болғандығына байланысты. Біраз уақыт сіңіп кетсе, оның да кетуі қиындау дейсіз ғой. Бірақ ол тығырықтан шығудың жолын біз айтудамыз. Яғни еш уайымдаудың да қажеті жоқ. Қазір күздің кезінде кейбіреулері жаңағыдай бітпей қалған ремонттарын жасап жатыр. Өз басым жақсы білемін. Сондықтан бастарыңызға сондай бір істер түсіп жатса, міндетті түрде бірге таңдаймыз бағдарламасында көріп, сондай бір жақсы жаңағыдай нелерді пайдалы кеңестерді естіген болатын деп көрші көлемдерге, туған туысқандарға да айта жүріңіздер, жарай ма? 55-37-76 байланыс нөмір сіздер үшін жұмыс жасауда. Біз жалғастырайық, ары қарай. Негізінде Нұрбек ханым, білесіз бе сіз? Неге қараңыз, ағарып қалды уже.
Енді бұны біз сабын суға жуамыз. Мен сабын суға жуа берейін, сіз келесі нені көрсете берсеңіз болады. Біз сұйықтықты құйдық. Енді осы, не тиген жерін, міне, мынау валериан тұндырмасы. Валериан жаңағыдай несі, тұндырмасы. Валерианный настойка дейді ғой. Осыны біз сәл жағып, мына жерге бір кішкене ұстадық. Енді оны сұйықтыққа біз... Ағарғанын байқадыңыз ба сіз? Иә, кішкене ғана, қазір оны жуамыз. Ал келесі әдіс, мынау бала болғаннан кейін негізі баланың киіміндегі дақ тұрақты дақтарға жатады. Себебі баланың киімі көптеген сынақтардан өтеді. Өйткені бала өседі, ойнайды, шығармашылық жұмыстармен айналысады. Сондықтан бала дақ түсіруден енді жиі дақ түсіретін неге жатады категорияға. Негізі дақ түсірудің пайда болу жолдары өте көп. Ол қазір мына жерге мені жапырақты алып. Жапырақтар тиіп қалып делге. Енді жап-жасыл болып жұғылып қалып жатады. Және де жерге көк шөпке құлайды. Ойнайды. Сол кезде мамалары енді осы аналар ғой, үйдегі жеңгелер ғой, балаларының барлығын осындай тірліктермен айналысатын. Әрине бұл әйелдің жаңағыдай айналысатын тірлігі. Бірақ қазір ер азаматтар көріп отырсаңыздар, үйдегі тамақ дайындап жүрген жеңгелерімізге айта жүріңіздер. Балаларыңыз футболға құмар болса, жаңағыдай ойнаған кезде шөптің жасылдар тиіп қалып жатса, оның кетірудің жолдарын қазір біз айтып өтіп жатырмыз. Айтып өтудеміз. Не жасадық? Бұғанда біздің тұз тұнбамыз көмектеседі. Қанеке? Не? Жоған жеріміз кетті. Яғни, аппақ жейдеге біздеген сиямен жаңағы жағып қойған болатынбыз, жұлдызшаны салған болатынбыз, өздеріңіз жақсы білесіздер. Оны валериан тұнбасын ұстап, жаңағыдай жағып, бір 5 минутта қойып қойдық. Оны кейін су сабымен жақсылап тұрып жусаңыз, кетеді екен. Өздеріңізде байқап отырған боларсыздар. Құрметті көрермендер, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы барлық әлеуметтік желі тек сіздер үшін жұмыс жасауда. Енді үшінші біздің кеңесіміз. Бұл шөп тиген жерге сол кәдімгі біздің ас тұзымыз дәл солай көмектеседі. Дәл солай. Ас тұзы, яғни ол тұз көп нәрсеге пайдасын тегізетін біз жақсы білеміз. Және де тұзбен жаңағы мұрынды да шайқап жатады. Тұзбен жаңағыдай ауыз нелерін шайқап жатады. Сонда ол микробтарды жақсы алуға көмектеседі. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, тікелей эфирде, сіз тыңдап тұрмыз сізді. Менің есімім Гүлжан. Мен қазір сіздердің хабарларыңызды қарап, мынадай керемет барлығын кетіруге таң қалып отырмын. Шынымен қазір өмірде мынау комет те жатады, порошоктың түрі бар. Соның бәрін қолданамыз, бірақ көбінде кетпей жатады. Үйде кішкентай бала бар, былғарыдан жасалған диванға балам кәдімгідей қаламмен сызып тастады. Аппақ диван. Соны қалай кетіруіне болады? Яғни аппақ былғарының диванды баласы бояумен бояп тастаған екен. Енді оның бағасы да өзіңіз білесіз, оңай баға емес. Оның енді кетіру жолын көмектесейік. Негізі, мынау мейлі фломастер болсын, мейлі бояу болсын, олар қандай негізде жасалғаны өте маңызды. Мысалға, егер фломастерлер олар су негізде болса, бірақ бізде көбінесе қазір дүкенде су негіздегі фломастерлер болады, олар кәдімгі немен кете береді. Ацетон бар ғой? Ацетон. То есть біздің лагымыз бар ғой, соны кетіретін сұйықтық. Бояу кетіретін. Бояу кетіретін, сұйықтық ацетонмен болу керек бірақ. Сол нәрсе жақсы кетіреді. Киімінен де кейін жуып тастаса болады. Және де сол тәсілді диванға да қолданып көрсін. Егер ол фломастер болса, егер ол краска болса, онда бұл жерде де сол сұйықтықты көреді. Негізі мен айтып өтетінім, бірден бір әмбебап құрал жоқ дақ кетіретін. Мысалға, матаның түрі де көп, дақтың түрі де көп. Ол дақтың сол киімде тұрып қалған уақытсыз әртүрлі болады ғой. Сондықтан әртүрлі тәсілдерді қолданып көрген жөн.
Сол үшін біз бірге таңдаймыз бағдарламасына көрсетіп жатырмыз Айнұр. Иә, көрермендерімізге. Тамаша. Енді міне біздің шөп тиіп қалған, матаға шөп тиіп қалды делік, бала құлап қалды делік. Сол кездегі осы кетіретін дүние ол суға тұзды араластырасыз да біраз минут ұстап қояды екенсіз. Кейін оны жуып тастайсыз. Жаңа ацетон демекші, ацетон, біздің киіп жүрген туфлиларымыз бар ғой, және де ер азаматтардың болсын, қыз келіншектердің болсын, ақшылдау келген туфлилар болады ғой, қызыл түсті, жасыл түсті, сары түсті, сол карамельді түсті дейік. Соған бір туфлилардың бір сызықтар, қара дақтар тиіп қалады ғой бұлайынан, абайсыздан. Сызылып қалып жатады бұлайынан. Сіздер білесіздер ма? Сол кезде ацетонмен аласта оны ешқандай бір сабынмен жуудың қажеті жоқ. Ешқандай бояу да кетпейді. Өз басым оны үнемі жиі қолданып тұратын дүние. Ацетонды аласыз, бізде жоқ мына жерде. Ацетон мына жерде. Міне. Осындай. Болмаса ол жаңағыдай бір прозрачный дейді ғой, сондай неде тұрады, ыдыста тұрады. Лакты кетіретін ол дүние, құрал, сұйық құрал. Сол туфлиіңіздің жақсылап тұрып осай мақтамен сүртіп жіберсеңіз, әппақ жылтырап қайтадан өз орнына келеді. Оны жуудың, оны сабындаудың қажеті жоқ. Бар болған ацетон жақсы көмектеседі. Бірге таңдаймыз бағдарламасы күнделікті, пайдалы, қажетті ақпараттармен бөлісіп жатады. Және де ол үшін барлық шығармашылық топ өзін барын салудан тынбайды, аянбайды. Жаңағыдай көптеген идеяларымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар дегім келеді. Енді біз әрі қарай көшетін болсақ, шоколадты мен жуа берейін онда, иә? Мынау да сабын соған жасаңыз болады, немесе мұнда жасаңыз болады. Енді мынау жаңағы біраз уақыт тұрды, шоколад жабысқан біздің футболкамыз. Енді оны да шөпті жуа берейін, е? Мынандай сұрақ келіп жатыр WhatsApp-тан. Айнұр ханым, мынау перде бар ғой? Артымызда ілініп тұрған болсын, ұзақ ілініп тұрған кезде ол өзінің түсін өңіп кетеді. Жоғалтады былайша айтқан кезде. Ақшылдау болып кетеді, өз түсін жоғалтады. Сол кезде өз түсіне қайтадан келу үшін не істесек болады? Ол күнге көп ілінгеннен кейін жаңағыдай ағарып кеп жатады. Егер ол ақшыл перде болса, бірінші оның қоспай тұрып, яғни кір жуғыш ұнтақты қоспай тұрып, оны кәдімгі салқын суға, 36-37 градустық суға, үлкен, яғни ыдысқа, мейлі үлкен ванна болсын, кішкентай баланың, соның ішіне көп тұз салып қою керек. Тұз мынау пердедегі ілініп тұрған кезде шаң бәрін біз көрмейміз ғой, соның бәрін сіңіріп алады. Сол кезде сол шаңның бәрі судың бетіне шығады тұз арқылы. Сол кезде перденің тек қана өзінің жаңа несі түсі қайтадан қалпына келеді деп ойлайсыз ба? Жоқ, одан кейін шаңы кеткеннен кейін оның кірін кетіру жеңіл болады. Иә, жоғына түсі өңіп кетіп жатады ғой, ақшылдау болып кетіп жатады. Соны қалай қалпына келтіруге болады дейді? Ақшылдау болып кетіп жатса, оған уксус қосу керек. Шайған кезде бірінші тұзға салып, оның шаңын кетіріп аласыз. Содан кейін келесі суға сіз есіңізде сақтаңыз, перде жуған кезде су ыстық болмау керек, яғни салқын болу керек. Сол келесі жуған кезде сіз ұнтағыңызды қосасыз, сосын үшінші шайған кезде уксус не сірке суын қосып шайып жіберсеңіз, перделеріңіз қайттан бұрынғы қалпына келіп және жылтырай түседі. Тамаша. Міне, құрметті қыз келіншектер, көріп отырған біздің көрермендер, яғни әппақ болып қайтадан өз қалпына келді. Оны біз тікелей эфирде көрсеткенбіз. Шоколад жағылып қалды, тұзбен қойып қойдық, жаңағыдай тұзбен суды араластырып. Кейін қайтадан сәл шайқап жіберген кезде өз қалпына келе қалды. Неке шөптен де із қалмады, теп-тегіс ақ. Мынау екінші беті сіңіп қалған енді бұл жағын. Міне, бірнеше тәсілдерді айтып өтудеміз. Негізі бұл тәсілдер кез келген түске жарай береді. Киімнің мейлі бұл басқа түсті, шолық болсын. Не алып кеткен? Мейлі ол джинсы шалбар болсын. Мысалға мына шалбарға қызымның не тиген? Қызылша не бар ғой? Салаты. Жабылған. Оның ішінде уксус бар, біз нелер қосамыз. Сол төгіліп алдына жұқып қалған етін. Соны мөсәттір спиртін
құйып жіберіп, кішкене жібітіп қойдым. Сәтір спиртін. Иә, жібітіп қойдым. Сонан кейін кір жуғыш машина, сол жерге кішкене жағы кір кетіретін ұнтақ бар ғой, кішкене жағып жіберіп, кір машинасын салған едім. Қай жерінде дағы бар екен, шынымды айтсам өзім де ұмытып қалдым. Қандай керемет. Нағыз Айнұр, сіз енді көп нәрсенің барлығын кімнен үйрендіңіз, өзіңіз айтып өтіңізші, әлде анаңыз үйретті ма, құрбыңыз үйретті ма? Енді мен екі анам бар. Екеуі де үйретіп жатады, білмейтін нәрсеміз көп қой енді. Содан кейін кітаптар бар деген сияқты. Өзіміз де үйде бір нәрсені көріп жатасың. Негізі мынау кез келген дақтың кетуі, кетпеуі, тамақтың дәмді болып пісуі, ол әйел адамның ішінде бір не болады ғой, сезім. Тамақтың дәмін көрмейді, сен тамақтың қандай екенін біліп тұрасың ғой, мысалы, әйел адам. Тура сол сияқты жасаған кезде бір сенімділікпен жасасаң, бір жақсы бір нәтижеге жетесің деп ойлаймын. Осындай біздің аналарымыздан айналдым деп айтуға болады, иә? Құрметті көрермендер, негізі шырын тиген дақты кетіру үшін жарты стакан суға 1 шай қасық сутек тотығын қосып араластырыңыз. Аталған қоспамен дақты сүртіп, суық сумен шайып жіберсеңіз болады. Ал желім тиген жерді кетіру үшін ацетон қосылмаған тырнақ бояуын кетіруге арналған сұйықтықты пайдалануға болады. Сағызды тырнақпен немесе өзге үшкір затпен құруға болмайды. Оны киімнен алу үшін тоңазытқышқа салу керек. Сол кезде біраз қатқаннан кейін барып, оны алып тастауға оп-оңай. Айнұр ханым, айналайын, айналдым деп ары қарай алып кетуге болады. Аман жүріңіз. Отбасыңызға тек жақсылық тілеймін. Өзіңіз сияқты осындай пысық, шапшаң, сұлу, қыз келіншектеріміз, қазақтың қыздары көбейе берсін. Көп рахмет сізге, алғысымыз шексіз. Сәлден соң Баунти шоколадын үй жағдайында жасап үйренеміз. Кезекті жарнамаға берейік. Қызықтың бәрі алда. 15